Сіздер Python тілінде сандардың екі түрі бар екен білесіздер. Олар int бүтін сандар және де float нақты не бөлшек сандар. Бұл сабақта біз Python тіліндегі арифметикалық амалдарды үйренеміз. Бұл амалдар математикалық қолданатын арифметикалық амалдармен сайма-сай келеді. Яғни біз сандарды қоса аламыз, көбейте аламыз және де тағы да басқа. Келесі мысалдарды қарастырайық. Ол үшін print жақшаның ішіне 10 қосу 3 деп жазайық. Бұл қосу амалы, сонымен қатар бізде азайту амалы бар, көбейту амалы бар. Бірақ Python'да екі түрлі бөлу амалы бар. Біріншісі бір слэш символ арқылы бөлу. Мұнда нәтиже float, яғни бөлшек сан болады. Ал бүтін санды нәтиже алу үшін бөлудің екінші түрін, яғни екі слэш символын қолдануымыз қажет. Көріп тұрғандарыңыздай нәтиже бүтін сан болады. Сонымен қатар бізде модуль не сандарды бөлгендегі қалдықты анықтауға арналған арнайы оператор бар. Ол процент символы арқылы жазылады. Мұнда нәтиже 1 болады. Ең соңғы оператор ол дәрежеге шығару. Яғни 10 санын өзіне өзі 3 рет көбейту үшін біз 2 көбейту символын пайдалануымыз қажет. Программаны жүргізсек нәтиже 1000, яғни 10-ның 3 дәрежесі болады. Енді біз осы амалдармен айнымалы мәнін өзгертіп көрейік. Яғни x тең 10 болсын. Егер осы айнымалының мәнінен 5 санын алып, айнымалының мәнін жаңартқымыз келетін болса, біз келесі жолды жазуымыз керек. X тең x минус 5. Python интерпретаторы бұл айнымалының бұрынғы мәні 10 санынан 5 санын алып, айнымалының мәнін жаңартады. Яғни 5 саны x-тің жаңа мәні болып сақталынады. Бұл жолды біз қысқаша да жазсақ болады. Мәселен, x минус тең 5. Осы екі қатар негізінен бір-бірімен тең. Екеуі бірдей нәтиже береді. Яғни екеуін алмастырып жаза берсек болады. Сонымен қатар бұл азайту орнына біз кез келген амалды қою мүмкіндігіміз бар.